келген. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар, және қонақтар. Бүгінгі өткелі отырған атадан қалған асыл сөз атты бата беру сайысына қош келдіңіздер. Абай тиме қалды-ау. Төле, әкең шақырып жатыр. Не үшін? Қарасай батыр кетті, сол үшін жүріңдер. Уағалейкум ассалам. Армысыздар? Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Жүріңіз, дастарханға отырыңыз. Дәм татыңыз. Сенің мынау еңселі еліңе бүкіл шапырашының сәлемін алып келдім. Бәрі келді. Кет дастарханға отырайық. Құдай берсін, кем болмасын, дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын, отбасыңның байлығын берсін, деніміздің саулығын берсін. Отырғандар үлкен тақ болсын. Осы үйге тек бақ болсын. Сұрасаң бата берейін, ықыласпен қол жайсаң, үстем болсын берейін. Басыңа бақ орнасың, қызыр болсын жолдасың, дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын. Бізге берген ниетіңізге жетіңіз, қыл көпірде өткенде құламай тіке өтіңіз. Шадияр болсын достасың, Мұхаммед болсын қостасың, Қызыр болсын жолдасың, Лұқпан болсын құрдасың. Сүрініп кеткен жеріңде жеті әулие жетелеп, кереметімен қолдасын. Құдай жарылқасын, бақ қарасын, қыдыр дарысын. Айдан аман, жылдан есен қылып, үйдегі түздегі мал баста аман қылсын. Енді менің балам сіз секілді елін жерін қорғайтын адам бола ала ма? Әлібек, дегенінен ақ байқап едім. Тіл көзің тасқа, болар балаға ұқсайды. Айтқаныңызы келсін. Жанарының сұсы бар. Батыр деген барақ, екі үйдің бірінде бар. Би деген құт, үлуде бірі табады. Қазақ жүрегі түкті, білегі мықты батырлардан кемде емес. Бірақ сол батырларды бастайтын арсымыз аз болып тұрған жоқ па? Я, дұрыс айтасыз. Балаң ендеше би болсын. Айтқаныңыз келсін. Байқадың ба балам? Нені айтасыңдар? Әлібек, сенің балаң тегін адам емес. Қолыңды жай. Би болмасаң би түсетін үй бол. Bir рудың ғана емес, бүкіл елдің данасы бол. Топ бастайтын дуалы ауыз дарасы бол. Әумин. Киіз үйдің сүйегі. Шаңырақ оқ сығылау. Сосын тағы не бар?